Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен түрік пахлавасының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл менің ең алғашқы видеом, қолдау көрсетіп, сәттілік тілеп қойыңыздар. Видеода көрсетілгендей бөлме температурасындағы сары майға сүтті қосып, үстіне сұйық май қосып, оның үстіне алма уксус, су және жұмыртқа салып, араластырып, ұнды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қоспалардың барлығы грамм-граммен описание бөлімінде көрсетілген. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Қамырды осылай 8 бөлікке бөліп аламыз. Сол бөлінген қамырды жеке-жеке домалақтап, кукуруз крахмалына аунатып алып, видеода көрсетілгендей арасы жабыспайтындай етіп пергамент қағазын төсеп, бір ыдысқа жинап, ішіне ауа өтпейтіндей етіп жауып, 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Видеода көрсетілгендей бір-бірден алып, өте жұқа қып жаямыз. Арасында жабыспас үшін кукуруз крахмалын қолдансаңыз болады. Бірақ бұл жерде кукуруз крахмалын көп қоса берудің қажеті жоқ. Қамыр өте құрғақ болып кетеді. Мен описание бөлімінде көрсеткен құраммен жасайтын болсаңыз, үлкен бір табаға жасауға болады. Немесе мендегі сияқты екі кішкене табаға жасауға болады. Видеода көрсетілгендей өте жұқа қып жайып, 4 бұрышты қып кесіп, оны формаға салып, арасына грек жаңғағын немесе қалауыңызша фисташка жаңғағын салып, формаға пахлаваны жинаймыз. Осы жерде ескертетін нәрсе, ол бір формаға сыйғызып жіберемін деп, бірінің үстіне бірін сала берудің қажет жоқ. 10-12 слой керек емес. Ең көп дегенде 5-6 слой жеткілікті. Сонда арасы қытырлақ, әдемі болып шығады. Осы уақытқа дейін мен бірнеше пахлава рецепттерін жасап көргенмін, бірақ маған ең ұнағаны осы, сондықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Қандай да бір сұрақтарыңыз немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыз, мен міндетті түрде жауап беремін. Ары қарай видеодағыдай астына дейін жеткізіп, осылай пышақпен бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Оның үстіне ерітілген сары майды құйып, духовкаға пісіруге жібереміз. Осы аралықта сироп жасауға кірісеміз. Судың үстіне қантты салып, лимон тілімін салып, орташа отта қайнатамыз. Мен видеоға түсіріп үлгермедім, бірақ сироп жасау өте оңай. Қызарып пісіп шыққан пахлаваға ыстық болып тұрған сиропты үстіне тез-тез құйып жібереміз, сонда олар қышырлап әдемі ортасына сіңетін болады. Алғашқы бастамам болғандықтан сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар, ас болсын.